Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Бүгін ең алдымен жасайтынымыз чечевичный суп жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге керегі ет. Кез келген еттерді қоссаңыздар болады. Мен өзім қырқауылдың етін таңдадым. Осылай қазанымызға салып бір қайнататын боламыз 15-20 минуттай. Ең алдымен қайнатып болғаннан кейін көбігін алып тастаймыз бір қайнағаннан кейін. Бұл қайнап болғанша өзімізге керек пиязымыз, морковь, сәбізіміз, яғни картошкамызды осылай төрт-үштеп ұсақ кубик турап аламыз. Жақсылап турап аламыз осыларды. Осылай картошкамызды турайтын боламыз. Барлығын жақсылап салып, табаға қуыратын боламыз томатымызбен. Міне уже демде қырғауылымыз уже қайнады, сорпамыз. Осылай тұздық жасайтын боламыз. Бұны отдельно қуырып бетіне салатын боламыз. Осылай қайнап тұрған сорпамызға картошкамызды салатын боламыз. Картошкамызды тек кубик осылай әдемілеп салатын боламыз. Оны бір 5 минутқа қайнатқанға қойып қоямыз жақсылап. Үстінен осылай жаңағы қуырған сәбізіміз, пиязымыз тоже осылай салатын боламыз. Міне чечевичный суп мен бір кесе алдым, ровно бір кесені алып, жақсылап жуатын боламыз, тазалап. Жуғаннан кейін, барлығы болғаннан кейін бетіне салатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Барлығын салғаннан кейін дәміне қарай тұзымызды саламыз, қыздар. Міне уже дайын болды, өте дәмді болып шығады. Баршаңызға ас болсын, жасап көріңіздер. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Басқа да көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет.